Мен үйге ұйықтап жатқам. Маған бауырым звондайды жерде. Нұрған ата, кеш магазин жаққа дейді. Мен үйге кетіп қалғам сол кезде. Сағат 8-де кетіп қалғам. Үйге барып жатып ұйықтап жатқам. Нұрған ата, кеш срочно дейді. Не болып қалды деймін. Білмеймін, ерегісіп қалдым дейді. Барам. Әкесіне, короче, ана ішіне кірген. Жаңа сатып алушы кіреді де. Короче, пиво бер, анау мынау дейді да, короче. Ағаммен, менің ағаммен ерегісіп қалады. Боқтап сөйлейді, сосын бір кезде шығып кетеді, алып менің бауырым намысшыл болады да. Братан, менің әкеме не деп жатсың, анау мынау деп сұрайды. Ана боқтап сөйлейді, сол жерде менің бауырым ұрып жібереді ананы. Сосын ол тұрады да, сол жерде ұрып жібергеннен кейін балалар шақырады. Кешірім сұрады. Кешірім сұрап, бет қолын жуып, видеода да бар. Бет қолын жуып, кешірім сұрап, болды бауырым деген кезде сол кезде анау тұрады, шетке тұрып звондайды достарына. Бауырларын шақырады, осы хутордың балаларын, басқаларын шақырады. Өзінің жаңағыдай шакалдарын шақырады да. Сол жерде маған звондайды, Нұрған атаға кеш. Менің бауырым болатын. Нұрған атаға срочно кеш деді. Мен жетіп бардым. Барғаным сол, бірінші гольф келеді. Гольфте жігіт менімен ерек сөйлеседі, бірге тұрады да, болды бауырым. Там ішіп алған әңгіме ғой, болды деп қол береді да, бір кезде Hyundai Accent тоқтайды. Артынан Mercedes келіп тоқтайды сразу. Ішінен балалар шығады. Мен анаумен сөйлесіп тұрған, бір қарасам, мынаны ұрады. Мынау құлайды. Жігіттер деп мен ортаға түсемін де, мына баланы жұлып шығарып алам. Сөйттім ғой, жұлып шығарып аламын сені ұрып жатқан жерден. Жұлып шығарып алам. Мынаны арғай шығарам да, сол жерде төбелес басталады. Бұлар, короче, уже дайындалып, пышағымен, мылтығымен дайындалып келеді. Уже кәдімгі правда, просто өлтіріп тастауға келеді. Келеді де, мынаны ұрады, артынан Шерзат тұрған. Бір кезде маған біреу жүгіреді. Сол кезде мен қашқам, Шерзат тұрады да мені тартады. Шерзат тартқан кезде біреу ішінен түсінген жоқпын қайсы екен. Біреу тығып алады пышақты. Шерзат қаш деймін да, мен өзім қала берейін, көремін не болса деп. Шерзатқа қаш деймін, қашады, 10 метр жер. Болған жүгіріп барған жері баланың 10 метр жерге барады да отыра қалады. Нұрған атаға деп. Соңғы сөзін айтты. Нұрған атаға кеш бірнеңке тығып алды маған деп. Мен жүгіріп бардым, Шерзат жан деп бит. Құшақтап мен жігіттер тоқтаңдаршы, скорый шақырыңдаршы деп жатырмын. Ешкім тоқтаған жоқ. Келіп давить мен денемен барынша жаптым. Ананы өлтіру үшін, специально өлтіріп тастау үшін мені тартып та мені дальше добивать деді. Мен білген жоқпын қайтыс болып кеткен. Мен больницада жатам. Мен білген жоқпын. Мені ағам скорый емес, милиция емес, ағам больницаға алып барады. Бірінші інімді кіргізеді реанимацияға. Артынан мені кіргізеді. Туған ағам менің Қажобай деген менің туған ағам. Сіздер бірақ полиция шақырдыңыздар ма? Біз ешкімді шақырып үлгерген жоқпыз. Сол жердегі тұрған адамдар звондаған. Ешкім ағамның өзі звондағанда 102 алмаған. 102 алмаған звондағанның өзінде. Ана жерде күнделікті өтетін адам. Каждый бір сағат сайын рейд өтіп тұратын. Вообще ешкім өткен жоқ ол жерден даже. Ана қыздарды айтады. Мен көрдім ғой. Ағам магазин ішінде қамалып қалды, сыртынан жауып тұрды. Пышақпен қорқып тұр шықпай. Ішінде пышақпен бір жігіт кепті мен тұрыпты. Ағамды шықпайсың деп. Мен қалай мен бауырым, мен шамам жетпеді, бауырымды алып қалғым келді. Ол өмір көрген жоқ, 16 жастағы бала. Нұрған атаға оның арманы көп еді, маған айтатын. Мен барлық нәрсе істейтін ол баланың. Мен ойлаған жоқпын, мен жоғалтып аламын деп. Мен барымды салдым, бірақ алып шыға алмадым бауырымды. Сіздер айтып жатқан екі қыздың жасы нешеде? Білмеймін, жастарын білмеймін. Ол қыздар ол жерде не істеп жүр? Вот сол машинамен келді. Машинаның ішінде соларды Бірге жүрді. Солар беріп бастады бір-біріне. Солар беріп бастады пышақ. Бәрінде пышақ болды. Не только бір адамда. Барлығында болды. Аталған азаматтардың жасы нешеде? Примерно. Менімен қатар 30-дан 30-дан асқан, 30-ға дейінгі балалар бар ішінде. Осы Талғар қаласының азаматтары. Талғар ауданының хутор емес, бригада дейді, бригада районының адамдары барлығы. Барлығы сол районның адамдары болғаны. Мына жер Талғардағылардың барлығы таныс тамыр. Прокурордың баласы, соттың сонның бастығының баласы, одан кейін жаңағы депутаттың інілері жатырыпты бұл жерде, оказывается. Соларға тамақ тасыватты. Олар рахаттан өмір сүріп жатыр ішінде. Қайғыдан. Оларды қазір 10 жыл берсін, 15 жыл берсін, олар 3 мезгіл тамақ жеп рахаттан өмір сүрейін деп жатыр. Адам өлтірген үшін емес олар. Нақты қандай депутат аты жөнін білесіздер ме? Аты жөнін білмеймін, маған просто жеткізді. Мен сізге даже міне, мен телефоным қалып қойды астында. Маған жазып тұрды, голосовоймен жүрді Нұрғанат. Талғардың ішіне делоны просто алып тастау керек. Талғардағылар өздері прикрывать етіп, деланы өзгертіп, сондай жауып тастап жатыр. Мен оқыған нердің жаңа следагінің жазған қағазын ішін оқысам, маған жіберді. Бұл жердегілер білмейді, бірақ маған жетті да ол.